Мен ағылшын тілінің грамматикасын білмеймін. Әлі де білмеймін. Бұрыныға келетін кезде кем дегенде $3,000, бірақ мүмкіндік болса, бір $5,000 көлемінде ақшамен келген дұрыс. Сол бір ғана себеп үшін мен Астанаға тапсырдым. Әйтпесе алматыда оқушы едім. Сен бірінші жасап көр, сен барып көр шетелге шығып. Егер де саған ұнамаса, сен үнемі Қазақстанға қайтып келе аласың. Ал егер де сен ол шешімді қабылдамай, жай осында қалып кеткен болсаң, Қазақстанда қалып кетсең, онда жаңағы бұрынғы өтіп кеткен шешімді қабылдауға уже кеш болып қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші жасап көріңіз, жасап өкінген әлдеқайда жақсы. Сәлем достар, назарларыңызға Жұлдыз подкастын кезекті эпизодын ұсынамын. Өздеріңіз көріп отырғандай, біздің бүгінгі эпизодымыз онлайн болып жатыр. Өйткені біздің спикеріміз Америкадан байланысқа шығады. Біздің бүгінгі қонағымыз Еуразия ұлттық университетінің түлегі, болашақ бағдарламасының түлегі, Америкадағы Иллинойс университетін саяси экономика бойынша тәмамдаған Жазира Өмірзақ. Қазір біз қонағымызды қосқанша, сіздер біздің барлық подкаст платформаларымызға жазылып, алдыңғы бағдарламаларымызға, алдыңғы эпизодтарымызға лүпіл басып, пікір жаза кетіңіздер. Өйткені бұл мен үшін де, подкасттың дамуы үшін де өте маңызды. Олай болса, қонағымызды қосайық. Сәлеметсіз бе, Жазира? Кешірім сұраймын техникалық кедергілер үшін. Сұхбатқа келіскеніңіз үшін ең алдыменен көп рахмет. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ. Өткенде мен өзіңізге жазғанымдай, мен сізді жаңағы 2013-14 жылдардан бері сол Хабар телеарнасында көрсетілген 21 ғасыр көшбасшысы деген зияткерлік сайыстан бері қарай теледидардан көрдім сіздің жаңағы сайыстарыңызды, одан кейін әлеуметтік желілерден сізге жазылып, әлі күнге дейін оқып келем. Сонымен қатар сіз өзіңіз жаңағы Инстаграм парақшаңызға да жазып қойыпсыз, 4 жастан бастап оқуды бастадым және әлі оқып келе жатырмын деп. Сондай бір білімге, ізденіске деген жаңа қызығушылық құлшыныс қалай басталды? Содан бастасақ. Сәлем Назира және Назираның оқырмандары, тыңдармандары. Өзіңіз айтқандай, мен кішкентай кезден бері білімге құштар болдым. Бірақ мені сабаққа үйреткен ең бірінші нәрсе ол жай ғана қарапайым қызғаныш болатын. Кешірім, менің туған ағам бар. Екеуміздің арамыз 4 жас. И ол мектепке барып бастаған кезде мен одан кішкентай болдым да, нағыз жаңағы тодлер болады ғой, не болса соны жұлып, адамдардан жұлып жеп отыратын. Сондай болдым да, и оның қолында қандай зат көрсем, сол менде де болу керек болатын. Ол кітап оқыса, ол кітапты мен де оқу керекпін, бірақ оқу білмесем де. Солайынан мен оның әліппесіне таласып, сол естеліктер әлі де есімде бар. Әліппесіне таласып, ата-анам маған да сондай әліппе сатып алып берді. Одан кейін оны мен де оқимын деп, мен қасында отырып, ол не айтса соны қайталап. Сол кезде мен 4 жасымда ең бірінші оқуды, жазуды үйреніп, одан кейін оны мен бірге кітап оқитындай болдым. Ал мектепке 1-ші сыныпқа барған кезде мен уже бастауыш программаны толығымен біліп бардым сол кезде. Содан бері келе жатқан нәрсе әлі. Күшті. Ал неліктен сіз жаңағы шетелде оқуға, шетелде білім алуыңызға не түрткі болды? Бұл жерде өте көп факторлар бар. Оның ең біріншісі, мен кішкентай кезімде мектепте мен қарапайым мектепте оқыдым. Яғни қазір көп қой қазақ-түрік лицейі, яғни білім инновация лицейі, НИШ сияқты жаңағы престижді мектептерде мен оқыған жоқпын. Және де өзімнің жай мектебімде оқып жүрген кезде мен сол ерте жаңағы әріп танып білгеннен кейін маған мектептегі мұғалімдер айтқан болатын, то есть ата-анамды шақырып айтқан, қызыңызды 2 жыл алға қарай жіберсек болады, өйткені ол 2-ші сыныптан бірден 4-ші сыныпқа жібере аламыз деп. Сол кезде мен ата-анам қарсы болып, жоқ, ел қатарлы жүру керек, ел не істеп жатыр, соны істеу керек деп айтқан болатын. Сол менің қатты көңілімде қалып кетті де, мен
мектеп бітіргенге дейін солай ел қатарлы деген нәрсемен жүрдім. Университетке түсетін кезде де ол көп нәрсе ата анамның және де ортадағы мектебімнің, мұғалімдерімнің ықпалымен болып, сол кездегі жаңағы ұбт тапсыратындар үшін ең топ университет ол Еуразия ұлттық университеті болды. Сол жаққа қарай түстім. Бәрі сол басқалардың маған жазып берген бір графигі бойынша келе жатты да. Бірақ бакалавриатқа келген кезде ғана мен шынымен көзім ашылды. Мен жан-жағыма қарап, өз өміріме өзім жауапкершілік ала бастадым. Достарымды көрдім. Олардың барлығы, көпшілігі шетелде білім алып келді. Көбісі сол қалай шетелге шықты, шыққаннан оларда өмірлерінде өте үлкен өзгерістер бола бастады, яғни позитивті өзгерістер. Мен соған қарап қызығып, солар сияқты ізденіп, сұрастырып, бәркімнен консультациялар алып, біреуге барып жазып, өзім ізденіп, солай ақыр соңында бакалавриатта мен Қазақстанда оқығанмен де магистратурада міндетті түрде шетелдік мықты университетте білім алам. Енді бұрынғыдай ел қатарлы жүре бергім келмейді деген сол кезде бір қорытынды пайда болды. Солайынан қарап ізденіп Америкадан бірақ шықтым. Бірақ сіз Америкаға бармастан бұрын Назарбаев университетінде білім алдыңыз, иә? Иә. Менде мынандай сұрақ болып тұр, сіз сонда Назарбаев университетінде оқып жүріп, параллельно болашаққа тапсырдыңыз ба? Әлде қалай? Өйткені бір сұхбат жаңағы мемлекеттің деп. 2019 жылы мен бакалавриатты бітірген соң, сол жылы мен IELTS-ты, мен негізі тестті өте нашар тапсырамын. IELTS-ты 3 рет тапсырып, үшеуінде де құлап қалғанмын. Өте нашар там 6,5, ал Америка үшін ол минимум 6,5 болып есептеледі. Сол үшін мен өзім білімім жетпейді деп қорқып, Қазақстанда қалып жұмыс істеймін деп ойладым басында. Одан кейін Назарбаев университетте документтер әлі де қабылдап жатты, және де оларда премастерс программа болды. Яғни ол магистратураға дайындық программа 1 жылдық. Мен ойладым, бірінші солардың премастерстарынан бастап көрейін деп. Оған менің ағылшыным барлығы жеткілікті болды. Бірінші сонда тапсырдым. Премастерстан кейін ары қарай сен кәдімгі магистратураны жалғастырып кетесің. Сол оқып жүрген кезімде болашақ конкурсында ережелер өзгеріп жатты да, карантин уақыты болды ғой, ережелер өзгеріп жатты, барлық этап онлайн болатын болды деген шыққанда мен ойладым, мынау менің жаңағы мүмкіндігім, мен бұны жіберіп алмау керекпін деп, сол кезде мен онлайн кезінде тапсырдым. Анау Павлодарда ата-анамның үйінде жатып, сол жақтан мен документтерді жинап бастадым. Кейін Астанаға келіп, уже қалған этаптарын өте бердім. Солай кейін Назарбаев университеттен мен өз еркіммен кетіп, себебі болашақта ұтып алдым дедім да, солайынан екінші университетке ауыстым. Күшті. Мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Негізі мен де болашақ бағдарламасымен оқығым келіп, документтерді жинап, IELTS тапсырып бастадым да. Бірақ мен үшін жаңағы сол шетелде оқу дейтін, қалай айтсақ екен, өте қиын әрі ұзақ процесс болып көрінді маған. Университет таңдайсың, іздейсің, хат жібересің, хат алмасасың деген сияқты. Содан мен де IELTS-тан құладым, менікі 5,5 болып қалды. Содан кейін мен құрсын дедім де вообще қоя салып, тоже Қазақстанда сол IELTS-тан алған неммен, балыммен докторантураға түсіп кеттім. И кейіннен жаңағы психологтармен жұмыс жасаған кезде мен әлі вообще шетелде оқығым келмейтінін түсіндім да, өйткені ол менде жаңағы ата-анамнан, жаңа сіз айтқандай елдің салып берген шаблон екенін түсіндім да. Сізге мынандай сұрағым болып тұр, жаңағы өзіңнің қалай айтсақ екен, шетелде оқығын, шынымен де шетелде оқу сенің мақсатың, сенің арманың екенін қалай түсінуге болады? Чтоб жаңа мен сияқты бастап, андай амбициямен сосын орта жолдан тастап кетпес үшін. Мына нәрсені түсіну керек, Қазақстандағы өмір ол өте комфорт бар, яғни барлық жағдай жасалған өмір да. Мысалы, мен Еуразия ұлттық университетінде бакалавриатта оқығанда мен нағыз активист болдым. Мен бір уақытта 4 студенттік клубта болдым. Студенттік кеңес, алтын белгі ұйымы, тағы дебат клубтары, мен барлық жерде жүрдім. Барлық академиялық жағынан конференцияларға да қатыстым, статьялар да жаздым, университетті қызылға да бітірдім. Яғни мен сол қазақстандық білімнің барлық ішінен не көру керек, соның барлығын мен көрдім да ішінен. Мен университеттің атын шығарып, әртүрлі фестивальдарға да қатыстым. Мысалға 2017-тегі Сочи бар, солардың барлығына.
И сол жерде былайша айтқанда мен өзімнің бір былай айтады потолок дейді ғой, сол потолокқа жеткен сияқты бір сезім болды менде. Енді мен әрі қарай шетелдегі білімді көргім келді. Мен үшін белгі болған сол нәрсе. Сіз дұрыс айтасыз, көп адамдарда шаблон, яғни навязанный бір ойлар болуы мүмкін. Ой, бәрі оқып жүр, мен де оқимын деген сияқты. Бірақ бұл жерде түсіну өте ескеретін көп факторлар бар. Біріншіден, көп адам университет кезінде әлі де ата анасымен бірге тұрады, оларда сепарация болмаған. Соның кесірінен олар шетелге шыққан кезде үйін сағынады, тамақты сағынады, адаптация өте нашар болып, соңында оның барлығы академиялық жағынан қатты кесірін тигізеді. Осы нәрсені ескеру керек. Мен университетке, бакалавриатқа ерте ата анамнан бөлек шығып кетіп қалғандықтан менде ондай болған жоқ. Сол үшін мен мына жаққа келіп өз өмірімді өзім сүріп бастаған кезде толығымен өзіме финансовый болсын, барлық жағынан жауапкершілік алғанда мен үшін ол керісінше бір өзіме жаңа мотивация, бір қайтадан жаңа ауа тыныстағандай менде сезім болды. Сол үшін әркім өз өзіне сұрақтар қою керек деп ойлаймын. Сен менталды түрде дайынсың ба бөлек шығып шетелде жалғыз өзің жүруіне? Өйткені жаңа айттым ғой, Қазақстандағы өмір комфорт деп. Өйткені сен кез келген уақытта туысқандарың бар, достарың бар, ата анаң бар. Кішкене бір нәрсеге қиналсаң, барып біреуге өкпеңді айта қоясың. Ал шетелде жүргенде сен жалғызсың, әрі кетсе бір-екі досың болады. Сондықтан толық жауапкершілікті өзіңе алатын болғандықтан, ол жерде кішкене басқаша әрекеттер жасау керек, басқаша ойлану керек болады. Біздің енді подкаст ол негізінде жаңағы 14-17 жастағы жасөспірімдерге арналған ғой. Сіз осы 11 сыныпты бітіргеннен кейін 17-18 жастағы жасөспірімдерге, жастарға бірден шетелге оқуға түсуге кеңес берер ме едіңіз? Бұл жерде мына нәрсені ескеру керек. Егер де сол 17 жасқа дейін ол адам өзі мысалға қаржыны басқаруды үйренген болса, ата анасынан бөлек өзі шешім шығара алатын болса, және де былай коммуникациясы жақсы адам болса, онда ол қорықпай шетелге түсе алады. Сен бастысы адами қасиеттер ол қай жерде жүрсең де сол күй өзіңде қалады ғой. Яғни сен кез келген адаммен тіл табысып кету, адамдармен жаңағы жақсы қарым қатынаста болу, я өзіңе көмек керек болса соны жеткізе алу деген сияқты. Және де топтық жұмыс жасау ол өте қатты маңызды. Мысалы, сен шетелге барған кезде бір тапсырма болады, ол әркім өзі жасау керек тапсырма болуы мүмкін, бірақ бастапқыда адаптация кезінде өте қиын барлық нәрсені жалғыз жасау. Сондықтан басқа студенттерге барып, мысалы, көмек сұрайсың, немесе айтасың, мынаны бірге оқиықшы, тапсырмаға, лекцияға бірге дайындалайықшы деген сияқты. Сондай қарапайым қадамдарды жасай алатын болса, мектеп кезінде, яғни өзінің сыныптастарымен жақсы араласа алатын болса, шетелде де ондай адам далада қалмайды, ол алып шыға алады. Ал егер де өте жасқаншақ, мектепте мүлдем ешкіммен сөйлеспейтін, достары жоқ, сондай бір қатты интроверт болатын болса, ондай адамдарға сәл қиын болуы мүмкін адаптация жағынан. Бірақ оның барлығын мен былай 100% осылай деп мен кесіп айта алмаймын. Себебі мүмкін интроверт болып жүрген адам шетелге шығып керемет, ода бір вдохновение болып, күшті болып кетуі де мүмкін. Сондықтан менің үнемі ойымда ұстанатын бір қағидам бар, ол жасамай өкінгенше жасап өкінген артық деп. Сондықтан сен бірінші жасап көр, сен барып көр шетелге шығып. Егер де саған ұнамаса, сен үнемі Қазақстанға қайтып келе аласың. Ал егер де сен ол шешімді қабылдамай, жай осында қалып кеткен болсаң, Қазақстанда қалып кетсең, онда жаңағы бұрынғы өтіп кеткен шешімді қабылдауға уже кеш болып қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші жасап көріңіз, жасап өкінген әлдеқайда жақсы. Тәуекел түбі жел қайық, мінесінде кетесің дейсіз ғой. Иә. Сіз қазір сонымен қатар жаңағы шетелдік оқу орындарына оқуға түсуге көмектесесіз, кеңес бересіз ғой. Сізге көбінесе қандай сұрақтармен келеді? Жаңағы ылғи да қайталанатын бір топ 3 сұрақтар бар ма? Ең көп сұрақтар маған болашақ туралы келеді, өйткені өзім болашақпен оқығандықтан. Болашақтың ережелерінде маңызды нәрселердің бірі ол кепілге үй қою, үй немесе жылжымайтын мүлік қою. Сол нәрсені көбісі сұрайды, ол болмаса мен сонда бара алмаймын ба, онда ол қалай болады деген сияқты өте көп сондай спецификалық сұрақтар қояды. Бірақтан болашақ бойынша ондай нәрсе жоқ. Егер де өз атыңда үйің болмаса,
қоймай да бара беруге болады. Бірден жауап бере салайын. Екінші қойылатын сұрақ ол шетелде оқу қиын ба Қазақстанға қарағанда? Осы нәрсені сұрайды. Меніңше қиын оңай деп айту үшін әр адамның өзінің бір меркасы болады ғой. Олай айту үшін саған не нәрсе қызықты, соны біліп алу керек. Мысалы, бір сабақ басқалар үшін өте қиын болуы мүмкін, ол сіз үшін де қиын болуы мүмкін, бірақ сіз сол пәнге қатты қызықсаңыз, сізге оның қиыншылығы байқалмайды. Яғни осындай перспективадан қарау керек та. Мысалы, менің басымда өтті, бізде game theory деген, теория игр деген сабақ болды. Ол өте қиын предмет болатын, профессоры да өте қиын кісі болатын. Мен сол сабақты прям өліп оқыдым. Бірақ менің группамдағы басқа адамдар үнемі таңғалатын: Жазира, сен қалай оқисың мына сабақты, қалай сен мынадан миың ашып кетпейді деп. Ал мен айтатын: мен білем қиын екен, бірақ ол маған қызықты, сол үшін мен оның қиыншылығын елемеймін. Дәл солай шетелдегі оқу өте көп, сабақ қиын болғанмен де оны компенсировать ететін нәрселер көп. Яғни сенде әрқашан саяхаттауға мүмкіндік, үнемі қайда жүрсең де жаңа нәрсе, және де өте әртүрлі елдерден жиналған өте көптеген адамдар шоғырланған орта, көп нәрсе жаңа болғаннан кейін сенде бір үнемі ішіңде бір адреналин болады, сол қиыншылықтардың барлығын басып өтуге көмектесетін. Үшінші топ сұрақ меніңше болашақ туралы, шетелде оқу туралы. Одан кейін ең көп сұрайтын нәрсе мүмкін қалай түсу. Енді оның барлығы механикалық сұрақтар, жаңағы менің бағаларым осындай төмен, қалай түссем болады, мынау қалай деген сияқты. Оның барлығына мен Инстаграмда былай пост ретінде жазып, кішкене жиі қойылатын сұрақтарға солай жауап беруге тырысамын. Ал қазір ең оңай жол Google. Жақсы. Сізге жаңағы сол сұрақтармен келетіндердің көбісінің жасы қандай? 2000-ға дейінгілер көп жаза ма, жоқ 2000-нан кейінгілер қызығушылық таныта ма? Мен магистратура оқығандықтан маған көбіне осы 20 жастан ары қарай жоғарырақ жазады. Өйткені көбісі сол мен сияқты магистратураға немесе докторантураға түскісі келетіндер. Бакалавриат бойынша онша көп хабарласпайды. Хабарласса да мен әлі олай тек қана бакалавриатқа консультация беріп көрмедім, себебі олардың экзамендері сәл басқаша. Оларда SAT деген сияқты экзамендер тапсырады. Және айтпақшы бір жаңалық айта салайын. Болашақ бойынша бұрын тек қана магистратура, докторантура қаржыландырылса, 2024 жылдан бастап Саясат Нұрбек мырзаның айтуы бойынша енді бакалавриат та қаржыландырылады. Сондықтан егерде мектеп оқушылары мен бакалаврды шетелде оқимын дейтін болсаңыздар, қазірден бастап болашақтың сайттарын барлығын жаңағы мониторинг жасап қарап жүріңіздер. Бір күні ол жаңалық шығуы керек. Өйткені ресми түрде оны Саясат Нұрбек өзі айтқан болатын. Жақсы. Олай болса, шетелден кішкене Қазақстанға оралайық. Сіз мемлекеттік және жергілікті басқару деген мамандықты Еуразия ұлттық университетінде оқыдыңыз, иә? Осы тұста мамандық таңдау және университет таңдауда сіз қандай критерияларды қолдандыңыз? Профориентация мен үшін қатты қиын болған жоқ. Себебі мектеп кезінде мектептің соңғы 3 жылында мен немен айналыстым, көбіне соған қарадым. Менің қандай қасиеттерім бар, мен дәл қазір не нәрсеге қызығушылығым бар, және де сол қасиеттерімді мен университетте қолдана аламын ба, яғни қасиеттерімде қабілеттерім ғой, навыки. 8-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі аралықта мен ең көп айналысқан нәрсе ол дебат ойындары болды. Яғни біз турнирларға қатысып, неше түрлі оқушылармен, студенттермен аралас жарысып солай жүрдік. Сол кезде менде ораторлық қабілеттер жақсы дами бастады. Яғни мен ойладым, мен сондай көп сөйлеуге болатын ортада, немесе өз пікірімді айта алатын, немесе бір қоғамдық мәселелерді анализ жасап, талқылай алатын мамандыққа мен бара аламын деген менде уже бір пункт болды. Екінші нәрсе, менің фактически қазіргі білімім қандай, мен сол салаға бару үшін қандай пәндерді жақсырақ білу керекпін деген сияқты. Менің кезімде ол география болатын және математика болатын. Ол пәндерді мен алтын белгі болғандықтан менде барлығы 5 болды. Таңдау қатты қиын болған жоқ. Кішкене тек дайындық керек болды.
Үшінші нәрсе енді сол қасиеттеріме байланысты және менің қызығушылықтарыма байланысты қандай мамандықтар бар. Оның ішіне маған көбіне келген сол саясаттану болды, халықаралық қатынастар болды, экономика болды, және де бірақ маған сол кезде қатты қызық болып көргені ол мемлекеттік және жергілікті басқару. Себебі мен сол кезде істеген бір лайфхак бар, мүмкін қазір оны бәрі де білетін шығар. Бізде жыл сайын Қазақстанда гранттардың тізімі ресми жарияланады ғой. Мен сол гранттардың тізімінен 5 жыл бұрын, 6 жыл бұрын сол грантты мен ГМУ бойынша, мемлекеттік басқару бойынша ұтқан адамдарды жеке-жеке іздедім. Фейсбуктан іздедім, ВКонтакте іздедім. Ол кезде Инстаграм онша болған жоқ. Сол жаңағы басқа әлеуметтік желілерден іздеп тауып, сол адамдардың бәріне жаздым. Мен бір 10-15 шақты адамға жазған шығармын, соның ішінен маған 3 ғана жауап берген. Соларға жазып сұрадым, сәлеметсіз бе, менің есімім Жазира, мен мектепте 11-ші сынып оқимын, сізді осындай 5 жыл бұрын сіз ГМУ-ды оқып шығыпсыз, мен де қатты қызығып жүрмін осы мамандыққа, түскім келеді, қазір сіз немен айналысып жатырсыз деп мен бәрінен сұрап шықтым. Біреулер магистратура оқып жатты, біреулер жұмыс істеп жатты. Сонда байқағаным, барлығы бір мамандықты бітіріп шықса да, біреуі бизнеспен айналысып жүрді, біреуі мемлекеттік қызметте жүрді. Яғни мен мамандықтың қаншалықты не екенін көрдім, бейімделгіш екенін көрдім әртүрлі салаға. Солайынан қызығып, солай таңдадым. Сол үшін кеңес ретінде айтатыным, бірінші өз-өзіңізге, профиліңізге анализ жасаңыз. Екіншіден, уже сіз қызығып жүрген мамандықты бітірген адамдармен сөйлесіңіз. Ал университет таңдауда шы, мәселен жаңағы сіз айтқан сіздің мамандығыңызды Қазақ ұлттық университетінде де оқытады ғой. Неге мысалы таңдап Қазақ ұлттық университетіне түскен жоқ деген сияқты? Қазақ ұлттық университет деген Алматыны айтасыз ба? Казнуды айтасыз ба? Ол жерде жеке себеп болды. Менің туысқандарымның жартысы Алматыда тұратын сол уақытта. Мен айттым ғой, мен 18-17 жасқа дейін ата-анаммен бірге тұрдым, олар не айтты, соны жасадым деп. Маған мектеп бітірген кезде енді результатым бәрін алдым, біліп тұрмын қай жерге тапсырсам да грантқа түсе алатынымды. Сосын маған ата-анам, әкем айтады, о, жақсы болды, сен Алматыға тапсыр, біздің бүкіл туысқандарымыз сонда, солармен бірге тұрасың деп. Мен ойладым, егер де мен бір үйден екінші үйге барғаннан менің өмірімде ештеңе өзгермейді, маған жалғыз тұрып үйрену керек деп. Сол бір ғана себеп үшін мен Астанаға тапсырдым. Әйтпесе Алматыда оқушы едім. Байқап отырсам, бұл да бір тәуекел сияқты ғой, яғни кішкентай қыздың бір өзі жалғыз өзі үлкен қалаға баруы. Осы тәуекелге бару туралы, қорықпау туралы, жаңағы армандарға, өзінің арманы үшін тұрып беру туралы да айтып өтсеңіз. Өйткені қазір жасөспірімдерге енді мамандық таңдауда ата-аналары, туыстары көмектеседі, или болмаса таңдатқызады, және олар қарсы шыға алмайды, ойларын дәлелдей алмайды осы жағынан. Тәуекел болғанда мен айтпас едім, өзімді тәуекелге бейім адаммын деп. Мен үнемі алдын ала ойланып, егер де менің ойымда сол шешім бір кемінде 90% жұмыс жасап тұрса ғана мен сондай үлкен қадамға бара аламын да. Мысалы, болашаққа мен Назарбаев университетті тастаған уақытта да, болашақпен шетелге кеткен уақытта да барлығындағы риск менде ол алдын ала ойлаудан кейін пайда болған үлкен шешімдер болатын. Ал оқушыларға айтатыным, ата-анаңыз сізді қандай күйіңізде де қабылдайды. Бұл жерде бастысы, қандай жолмен болсын, ата-анаңызға өзіңіздің шешіміңіз сіз үшін жақсы екенін дәлелдеуге тырысу керек. Кейбір ата-аналар кішкене консервативті болуы мүмкін, олар түсінбеуі мүмкін. Мысалы, сіз егер де қазір актуалды болып жатқан мысалы салалар бар ғой, маркетинг болсын, диджитал маркетинг, немесе SMM болсын, басқа болсын, көп ата-аналар оны түсінбейді онша, ол саған тұрақты жұмыс емес деген сияқты. Егер де сіз өзіңізге сенімді болып тұрсаңыз, кәдімгідей білмеймін, презентация жасайсыз ба, креативтілікті қосып, барлық ақпаратты жинап, ата-анаға көрсету керек. Сіз қаншалықты өзіңіздің неңізді көрсетсеңіз, тек қана өзінің арманы емес, шынымен
артында фактісі бар, дәлелі бар сөздерді көрсетсеңіз, ата анаңыз онда ойға келуі мүмкін. Менің балам шынымен мынаны зерттепті, шынымен мынаны оқып қарапты, ол жай біреулерге еріп мынаны оқимын деген сөз емес деп. Олар өйткені қорқады сіздерді елікпе, әркім көріп алып сол нәрсені істегісі келеді деген сияқты. Сол үшін жаңағы шаблон емес, шынымен өз ойыңыз екенін дәлелдесеңіз, меніңше ата ананы көндіруге болады. Екінші жағдай, сіз тәуекелге барып фейл болған жағдайда, яғни жоспарыңыз жүрмеген жағдайдың өзінде де қорқатын ештеңе жоқ, одан өмір бітіп қалған жоқ. Сіз үнемі қайтадан жаңа қадам жасай аласыз, үнемі сіз басқа нәрсе істей аласыз. Өте көп студенттер бар, оқуға түсіп алып бастапқыда бір жылдан кейін ұнамай басқа мамандыққа ауысып кететіндер бар, немесе университеттен шығып кетіп мүлдем басқа университетке тапсыратындар бар. Сіз университетте оқып жүріп, ұнамаса, сіз қалаған уақытыңызда кез келген кезде шетелге тапсыра аласыз, басқа университетке қарастыра аласыз. Яғни ешкім сізді университет қабырғасында 4 жыл байлап ұстамайды. Осы нәрсені ұғып алу керек. Ата-анам не ойлайды, туысқандар, достарым не ойлайды деген нәрсе керек емес. Олар ойласа максимум бір 3-4 күн ойлап сізді сөз қылар, одан кейін бітті, әркімнің өз өмірі бар. Біз өте қатты эгоцентричный адамбыз жалпы, иә. Ойлаймыз, вот мен анау қарап тұр, мынау ойлап тұр, мынау сынап тұр деген сияқты. Шын мәнісінде сіздің өміріңіз тек өзіңізге ғана қызықты, басқа адамдарға ол бір момент, тек әңгіме үшін ғана болуы мүмкін, одан кейін ешкім оны тереңдетіп миында ұстап жүрмейді. Осы жағдайда бірнеше вариант. Жаңа шетелге оқуға байланысты бір сұрақ ойыма түсіп отыр. Жаңағы сол шетелдік оқу орнына, университетке түсемін, оқимын деп барған адам қандай нәрселерге дайын болып бару керек? Жаңағы академиялық жағынан бөлек, мәселен, қаржы жағынан деген сияқты. Ең бірінші бастапқы капитал керек. Өйткені шетелге шыққан кезде, егер де бакалавриатқа барсаңыздар, онда бірінші жыл Америкада мысалы міндетті түрде жатақханада тұру керек. Ол барлық бакалавриатқа міндетті бірінші жылда. Өйткені адаптация жағынан, жалпы қауіпсіздік жағынан олар сол нәрсені талап етеді. Жатақханада тұру ол арзан нәрсе емес. Ол жерде неге екенін білмеймін, бірақ жатақхана өзің бөлек квартира жалдағанға қарағанда қымбатырақ. Сол үшін де, өйткені оның ішіне жаңағы не кіреді ғой, жаңағы таңғы ас кіреді, 3 мезгіл ас кіретін сияқты. Мен жатақханада тұрып көрген жоқпын шетелде, сондықтан оны толығымен айтып біле алмаймын, бірақ бағасы қымбатырақ екенін білемін. Сондықтан алдын ала келетін кезде кем дегенде $3000, бірақ мүмкіндік болса бір $5000 көлемінде ақшамен келген дұрыс. Сіз бастапқыда үйге тұрып орналасуыңыз бар, ол үйге керек заттарыңызды аласыз, төсек, жатын орын барлығын сатып алу керек боласыз. Егер де сіз үлкен қалада оқуға келсеңіз және квартира жалдайтын болсаңыз, әдетте бұл жақтағы квартиралар жаңағы бос беріледі, яғни ешқандай жиһаз болмайды оның ішінде, тек қана асханада жаңағы холодильник сияқты заттар болуы мүмкін, бірақ басқа ешқандай жиһаз болмайды. Сол нәрсенің барлығын орналастыру, өте көп майда-шүйда заттарды сатып алуға қаражат көп кетеді. Бастапқыда оның үстіне білмейсің, мысалы, қай жерде жаңағы тамақ алу арзанырақ, қай жерде ұтымдырақ деген сияқты. Сол кезде ақша көп шашылып кетеді. Сол нәрсені еске алу керек. Ең маңызды бірінші момент сол. Екіншіден, оқуға бармай тұрып, сол жақта оқитын адамдарды іздеп тауып, солармен сұрап алдын ала кеңескен өте пайдалы. Қай жерден үй алған дұрыс, қай жерге барған дұрыс, қалай жүрген дұрыс, транспорт қайсысын қолданған дұрыс деген сияқты. Қаншалықты сіз көп ақпарат білсеңіз, соншалықты өзіңізге оңайырақ болады. Екінші нәрсе қиын болуы мүмкін, ол мәдениет. Әр елдің өз мәдениеті бар. Мен Америка туралы айтатын болсам, бұл жақтағы адамдар барлығы сыпайы. Яғни ол адам сізбен ұрсып тұрса да, ол сыпайы ұрсады. Сізге жоқ деп айтып тұрса да, ол сөзді былай өте жұмсақ етіп жеткізеді. Сіз оның жоқ деп айтқанын түсінбей де қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жақта, мысалы, Қазақстанда егер де сіз бір нәрсе
біреу сізге жоқ деп айту керек болса, ол сізге бетіңізге кәдімгідей жоқ, олай болмайды деп айтады. Ал мына жақта сізге айтуы мүмкін, ой, кешіріңізші, мүмкін басқа бір күні тағы да бағыңызды сынап көресіз, бір нәрсе деп бір жұмсақ сөздермен, соңында ол сізге ешқандай көмектеспейді де, ештеңе де болмайды, просто уақытыңызды алып, жаңағы бір жоқ дегеннің орнына өте көп сөздермен сізді айналдырып жібереді. Сондай бір басында түсініспеушіліктер болуы мүмкін. На этой почве осы нәрсені еске сақтау керек. Бұл жақта адамдар сенімен сыпайы болғанмен де, ол сыпайылық мейірімділік емес. Көбісі соны ажырата алмайды, яғни ол жай ғана сыпайы болды. Ол сізге прям көмектескісі келіп, немесе мысалы, егер де сіз американдық бір адамға, вот мен бүгін ғана келдім, тұратын жерім жоқ десеңіз, ол сізге айтуы мүмкін, блин, жаңағы қандай жаман, I'm so sorry деп сөйтіп сізге көңілін айтып сөйтуі мүмкін, бірақ ол сізге жүр менің үйіме, там хотя бы біздің үйден шай іш деген сияқты нәрсе айтпауы мүмкін. Осы нәрсені ажырату керек. Үшінші маңызды нәрсе, ол қатты келген адамдардан күтпеу керек, қазақтар болса да. Көбісі ойлайды, мен шетелге шығып алсам болды, ол жаққа барған соң басқа да қазақтар бар, әйтеуір біреудің үйінде тұра тұрамын, біреу маған көмектесе тұрады деген сияқты. Мынаны түсіну керек, шетелдегі өмір әдемі, күшті болып көрінгенмен де, оның өз минустары да, қиыншылықтары да бар. Сондықтан бұл жаққа келіп, тәуекел алып тұрған адам басқа біреуге сеніп келмеу керек та, адам тек өзіне сеніп келу керек. Айта беретін нәрселер қояйын, бірақтан барлық нәрседе айтатыным, ақпарат қой, қолыңызда өте көп ақпарат болғаны, сөйлесіңіз, сұраңыз адамдар. Қазір шүкір, қай әлеуметтік кірсең де бір-екі сөз жазып, кез келген адамды тауып алуға болады. Солайынан біреулердің тәжірибесі арқылы өте көп қателіктерді жасамауға жақсы мүмкіндік бар. Күшті. Тағы да бір сұрақ, ол тіл үйренудің маңыздылығын айтып өтсеңіз. Өйткені осыған дейін сіздің басқа подкасттарға берген сұхбатыңызды тыңдағанда сіз айттыңыз ғой, сол маңыздылығын басында қатты түсінбеппін деп, сол туралы енді. Иә, қателес подкастын айтып отырсыз ба? Иә, ағылшын тілі мені көп мүмкіндіктерден ұстап қалған нәрсе сол болды. Өйткені мен дер кезінде ағылшын тілін оқып бастамадым. Кейін басыма тиген кезде ғана түсініп оқыдым. Сондықтан айтушы едім барлық адамдарға, мүмкіндігінше сен қанша тіл білсең, сонша әлем ашылады саған, әртүрлі елдің мәдениеті ашылады, сол тілдегі барлық ресурстар ашылады. Яғни қазір қазақша және орысша ғана білетін адамның жай ғана Google-ға, поисковикқа бір нәрсе іздесең де, сен сол тілдегі информацияны ғана қабылдай аласың. Ал егер сен ағылшынша білсең, немісше, испанша, қытайша, әртүрлі әлемдегі маңызды көп адам сөйлейтін тілдерді білсең, саған әлдеқайда көп мүмкіндіктер ашылады. Егер де бір мамандыққа түсіп, оны оқып шығып, бірақ кейін диплом бойынша, сол мамандық бойынша тіпті жұмыс істей алмай қалған күннің өзінде, одан бөлек сенде нақты қабілеттер болса, мысалға бірнеше тілді жетік меңгерген болсаңыз, қазақ, орыстан басқа, белгілі бір программаларда жұмыс жасау білсеңіз, тек қана сол қабілеттердің арқасында жақсы жерде жұмысқа тұрып, жақсы ақша табуға болады. Просто тіл білгеннің арқасында. Мен бір қызық нәрсе айтайын, мен бұрын айттым ба жоқ па білмеймін. Америкада менің қазақ тіл білгенім өзіме қатты көмектескен. Университет оқып жүрген кезімде мен университетте парт-тайм жұмыс жасадым, аптасына 20 сағат. Содан бір күні тоже мен сияқты оқитын бір қазақ қыз маған хабарласып айтады, Жазира, сен қазақша жақсы білесің ғой? Мен айтамын, иә, әрине, көмек керек па? Ол айтады, мында лингвистика департаментінде PhD, яғни докторантура оқитын американдық студенттер бар, олар қазақ тілін зерттеп жатыр. Оларға переводчик болатын адам керек, аударып отыратын деп. Сосын мен таңғалып қалдым, жарайды деп. Мен ойладым, жай ғана көмектесетін шығармын. Ол айтады, жоқ, саған сағатына $20 төлейді, олар әрбір сағатыңа төлеп отырады. Қаласаң бір семестр кел бізге жұмысқа тұр деп.
сонымен қуанып кеттім де жарайды деп, ол аптасына бір 5 сағат қана ма болды. Сонда ойлаңыз, мен бір аптада $100 тек қана қазақша білгенім үшін тауып отырдым. Америкада жүріп қазақша білгенім үшін да. Ойлаңызшы, Қазақстанда жүріп сен қазақша білгенің үшін қаншама мүмкіндіктер бар. Солай сонда жаңағы мүмкіндік маған мен күтпеген, ойламаған жерден келді. Сол үшін де сіз мысалға кейбіреулер ойлайды, ой, мен Қазақстанда жүрмін ғой, Қазақстанда маған немісше біліп не керек, қытайша біліп не керек деп ойлауы мүмкін. Бірақ сіз ешқашан білмейсіз, сізге жаңа 100 миллиондық мүмкіндік қайдан келетінін. Сондықтан барынша көп тіл білген өзіңізге жақсы. Ал осы тілді үйренуде, тілді меңгеруде сіз қандай лайфхактар ұсынар едіңіз? Мен мысалы маған ылғи да айтатын, осы ағылшынды жаңағы оқып бастағанда мен 5-сыныптан бастадым, тоже грамматиканы барлығын жақсы білемін. Кейін университетке түскен кезде мұғалімдер айтатын, түсінбесең де тыңдай бер деп. Мен тастап кететін, түсінбеймін ғой деп. Сосын қазір өкінемін, блин, 4 жыл бұрын тыңдай бергенде тыңдай берсем, қазір түсінетін едім ғой, яғни қатты қиын болмайтын еді ғой деп. Мен сізге қызық айтайын, мен ағылшын тілінің грамматикасын білмеймін, әлі де білмеймін. Егер де маған келіп бір, білмеймін, perfect continuous бірдеме деп менен сұраса, мен ол ережені түсіндіріп те бере алмаймын. Былайша айтқанда, менің ағылшын тілі үйренгенім тек қана практикамен болды. Бакалавриат кезінде ағылшын тобына мен ауысқан болатын, яғни басында мен қазақ тобында оқып, екінші курста ағылшын тобына ауыстым. Яғни бізде ЕНУда полиязычный деген не бар, группа бар, қазақша және ағылшынша қатар оқытатын. Сол кезде маған тест тапсыру керек болды. Өмірімде бірінші рет сол тестті тапсыру үшін ғана 2 ай бойы мен ағылшын тілінің грамматикасын оқыдым, себебі тест үшін керек болды. Содан кейін қалай мен ана группаға өтіп алдым? Ол жақта ешкім менен грамматика сұрамайды әрине. Біз тек қана сабақ үшін ғана, жаңағы күнделікті сөйлесу үшін ғана қолдандық. Яғни практикамен де сол жерде басталып кетті. Одан кейін Назарбаев университетте толығымен сабақ ағылшынша болды. Ол жерде енді бізде әрине ағылшын, академиялық ағылшын біраз қиын болды. Но соның өзінде де уже процесске кіріп кеткеннен кейін сен одан кері қарай шыға алмайсың. Өзімді жаңағы сол ортада жүріп оқыттым. Бірақ маған көмектескен нәрсе ол менің қоршаған ортамның ағылшын тілде сөйлеуі болды. Сіз тек қана жалғыз өзіңіз ешқандай ағылшынша коммуникациясыз ағылшын тілін үйренген өте қиын. Себебі қалай айтсам екен, сол ағылшын тілді ортада болған кезде ол адамдар сен қаласаң да қаламасаң да сені ағылшынша сөйлеуге мәжбүрлейді. Ал өзің ғана жүрсең, сен тек қана тыңдап жүруің мүмкінсің, оқып жүруің мүмкінсің, бірақ сөйлемейсің. Ал сөйлемеген кезде ол сен грамматика білгенің, ережелер білгенің пайдасы онша көп емес. Сондықтан меніңше өте көп практика керек. Үйде жүрген кезде әртүрлі ағылшынша жаңағы YouTube болсын, сериалдар болсын, бәрін қосып қойып, соларды тыңдай беру керек. Және де тыңдап жүрген нәрсеңізді солардың даусымен, солардың интонациясымен қайталап айтып көруге тырысу керек. Ешкім көрмеген кезде, ешкімнен ұялмайтындай бір үйде жүрген кезде қайталай берсеңіз, өзіңіз мысалға там американдық немесе британдық акцентті солай үйреніп алуға да болады. Одан кейін менің телефонымда, ноутбугымда, барлық қолданатын девайстарымда іші менде толығымен ағылшынша. Мен оны Қазақстанда жүргенде жасап бастағанмын. Басында ыңғайсыз болды, ішінде кейбір сөздерді түсінбей, бірақ кейіннен үйреніп кеткеннен кейін уже мен өзімнің ортам кішкентай ғана. Соның өзін мен ағылшыншаға солай айналдыра бастадым. Оқитын кітаптарды барынша ағылшынша. Егер интернеттен бір нәрсе іздеуім керек болса, ағылшынша іздеуге тырыстым. Түсінбесем де ағылшынша іздеймін, кейін аударып алуым мүмкін. Бірақ бастысы не нәрсеге қолым тисе де бәрі ағылшынша болуға тырыстым. Сол маған қатты көмектесті. Ал кітаптар оқуда яғни қандай кітаптан бастаған дұрыс? Мысалы, ертек оқу керек пе, әлде көркем әдебиеттің кішкене жеңіл түрлері бар ма? Кітап, мен ағылшын тілін арнайы кітаппен олай оқымадым, тек IELTS-қа дайындық кезінде ғана оқыдым, жаңағы әртүрлі ридингқа байланысты жаңағы статьялар неше түрлі. Бірақ
мен қалай айтсам екен, қиналып отырып сабақ оқығанды ұнатпаймын да, өзімді олай қинай алмаймын. Сол үшін өзім қатты жақсы көретін кино, мультфильмдарды, бұрын орысша көрген мультфильмдарды, мысалы Король Лев деген сияқты, соларды ағылшыншаға қойып, мен оның орысша толығымен білемін, сөзін, мағынасын барлығын, и ағылшынша тыңдадым. Сонда мен олардың не айтып жатқандарын өзім бұрынғы орысша қалған мультфильмнің естеліктерінен сол ағылшынша қазір тыңдап отырған диалогтармен сәйкестендіріп, солайынан түсіне бастадым. Мынау былай екен ғой, мына жерде былай айтуға болады екен ғой деген сияқты. Және де субтитрлар қосу арқылы, яғни бір жағынан сол фильмді көріп отырамын, екінші жағынан астындағы сөздерін оқып отырамын. Кітаппен, әртүрлі жаңағы ғылыми нәрселерден күнделікті, яғни General English үйрену өте жақсы стратегия емес. Себебі сіз мақсатыңыз ағылшын тілін күнделікті өмірде қолдану болса, онда сол қиындық деңгейіндегі материалдармен ғана дайындалған дұрыс болады. Яғни ол әртүрлі бір ютубтағы біреулердің подкасттарын тыңдау ағылшынша, немесе адамдардың қарапайым сөйлесетін диалогтарын ағылшынша тыңдау керек. Ал менің мақсатым ағылшынша сөйлеп үйрену деп, мен қиын ағылшынша кітаптарын оқитын болсам, ол сөздерді мен шын өмірде қолдана алмаймын. Қарап отырсам, Жазира, сізде стратегиялық қабілет жақсы дамыған сияқты, және сізді мен бұрыннан оқып қараймын ғой. Мәселен, сіз қазір қалай айтсақ екен, тіл көзін тосқансыз, мысалға оқуменен қатар отбасын құрдыңыз, кішкентайыңыз бар. Яғни сіз өмірді қалай жаңағы жоспарлайсыз? Мәселен, кейбіреуінде тек қана карьера жақсы жолға қойылуы мүмкін, жеке өмір қалып қалады деген сияқты. Кейбіреуі мындай балаларым бар, отбасым бар, мен шетелде оқи алмаймын деп жатады ғой. Ал сізде тіпті барлығын сіз параллельно жақсы ұстап келе жатсыз. Қалай жоспарлайсыз? Менде арнайы бір стратегия жоқ. Осындай кезде мен балам болады, осындай кезде үйленемін деген сияқты. Бірақ үнемі мида менде мына нәрсе болатын. Өзіме ойланған кезде, алдағы 5 жылда мен не істеймін деген кезде, мысалы мен бакалавриатты оқып жүрген кезде, үнемі мындай ой болатын. Бірінші, мен магистратурамды бітіріп, оқуымды толығымен аяқтап алам. Соны аяқтап алғанға дейін мен ешқандай отбасы құрмаймын деген менде қағида болды. Яғни қанша жерден махаббаттан өліп бара жатсам да, мен ешқандай тұрмысқа шықпаймын, себебі мен бірінші оқуымды бітіру керекпін деп. Сондай ой болды. Ол нәрсені мен ұстандым. Бұл жерде бір анандай пошаговый не емес, стратегия емес, просто бірнеше қағида ғана. Соны ұстансаң болды, оның айналасындағы нәрселер ол өз жаңағы несімен бола береді, жаңағы өз еркімен бола береді әрі қарай. Одан кейін балалы болу деген ол нәрсе, уже сен оқу бітіріп тұрмысқа шыққаннан кейін балалы болу шешіміне келу үшін уже қаржы жағынан біраз тәуелсіздік керек, иә. Сол кезде уже мен ойлай бастадым, жақсы, мен оқуымды бітірдім. Мен енді жаңағы дедлайндар, сабақтар туралы бас қатырмасам болады. Енді менің басты фокусым уже балаға кішкене уақыт бөлуге менде ауыса алады. Яғни адам өзінің мүмкіндіктерін мүмкіндіктерінің көлемін есептей алу керек та. Мысалға, сізде мынандай 100% сіздің уақытыңыз бар, жұмсай алатын, осы уақытқа дейін менде оның 50% сабаққа кеткен болса, сол 50% менде босап, уже оның орны жартылай балаға, жартылай жұмысқа толды, мысалы да. Сол сияқты әркім өзінің мүмкіндіктерінің шекарасын білу керек. Соған байланысты бір уақытта отбасында құрып, оқуға да тапсырып, жұмысты да істеп, балаға да қарайтын болсаңыз, онда өте көп нагрузкадан адамда жаңағы не болады, күйіп кетеді адам, выгорание дейді ғой, сондай нәрсе болуы мүмкін. Сол үшін қатты өмірді жоспарлап керек емес. Өйткені білесіз бе жоқ па, бірақ соңғы жыл бізде мысалға жолдасым екеуміз 2 түрлі елде жүрдік, визамен проблемалар болды. Мен жалғыз өзім бала босануыма тура келді. Өте көп қиындықтар болды. Бірақ сол қиындықтардың өзін мен алдын ала жоспарлаған жоқпын ғой. Яғни өмірде неше түрлі нәрселер болады. Бастысы 1-2 қағидаңыз болсын, сол нәрсеге өзіңіздің сеніміңізге берік болсаңыз, қалған нәрселер ол өмірдің ағымымен өзі бола береді.
қатты өмірді жоспарлап керек емес. Мен Құдайға сенемін, сондықтан мен ойлаймын, Алланың өзінің жоспары бар, әркімнің басына жазып қойған. Біз одан әрі қарай асып кете алмаймыз деп. Сол үшін осы соңғы 1-2 жыл маған көп нәрсе үйретті. Қазір еш нәрсені артық жоспарламауға тырысамын. Бірақ кез келген мәселе туындаған кезде үнемі ойда соған қандай шешім болу керек, бірнеше варианттар ұстауға тырысамын бірден. Бар. Жақсы, көп рахмет. Соңғы сұрақтарды қойсам, Жазира Өмірзақтың өмірлік миссиясы қандай? Өте қиын сұрақ, себебі мен бұл сұрақты өзіме күнде қоямын. Мен ойлаймын, менің миссиям бұл өмірде өзім қай ортада жүрсем де, сол ортаны кішкене де болсын жақсыға ауыстыру. Мен бөліскенді қатты ұнатамын. Қай жерде болмасын адамдарға артығымен беруге тырысамын. Біреу бір сұрақ қойса, мен бірден оған 10 түрлі жауап беруім мүмкін, барлығын ештеңе ұмытып қалмайтындай. Сондықтан мүмкін мен өмірімде осы білім саласымен көп араластыруым мүмкін. Болашақта мүмкін мен Қазақстанда өзім өмір сүргім келеді кейін. Сондықтан мүмкін мен Қазақстанның білім саласында жүріп қалуым мүмкін, немесе экономиканың именно халықаралық қатынастар, халықаралық сауда жағында, немесе қай жерде болмасын, именно коммуникация жағынан ортаны жақсарту, қарым-қатынасты жақсарту, менің адамдармен сөйлесу, адамдардың арасындағы мәселелерді шешу менің қолымнан ең жақсы келетін нәрсе. Бірақ әлі мен толық өз қабілеттеріме қолдана алатын жерді тапқан жоқпын. Сондықтан өмір бақи ізденісте өтемін деп ойлаймын. Қай жасқа келсем де маған сен кімсің, мақсатың қандай десе, миссияң қандай десе, мен үнемі ұзақ ойланатын сияқтымын бұл сұраққа. Себебі адам, біз губка сияқты не нәрсе жаңағы оқысақ, соны сіңіре береміз ғой өмір бойы. Өйткені біздің миымыздың несі өте үлкен, жаңағы жұмыс жасау мүмкіндігі, көлемі өте үлкен. Оған қаншама триллиардтаған ақпараттар сияды. Сондықтан білім алудан, ізденуден, өзіміздің қабілеттерімізді сынаудан, тағдырымызды сынаудан шаршамаймын. Күшті, керемет. Соңғы сұрақ, 15 жастағы Жазираға қандай кеңес бересіз? 15 жастағы Жазираға мен 15 жаста не істедім? 15 жаста мен мектепте болдым, активист болдым. Айтушы едім, жан-жақтағы әртүрлі пікірлерге назар аудармау. Ең басты осы нәрсе. Өйткені менде мектеп кезінде өте көп буллинг болды. Мен мектепте томпақ болдым, мені сыныптастарым мазақтайтын, маған айтатын, сен өскен кезде толық боласың, сені ешкім жақсы көрмейтін болады деп. Әлі сол сөздер менің миымда, мысалы, иә. Вот сондай нәрселерді қатты көңіліме алып қалатынмын сол кезде. Сол үшін айтушы едім, ешкімнің сөзін назарға алмау керек. Ойыңа не келеді, соны жасай беру керек. Барлығымыз өмірді бір рет қана сүреміз. Яғни осы өмірді, иә, жалған өмірді. Бұл жерде әркімнің де қателік жасауға, қателесуге мүмкіндігі бар, яғни әркімнің құқығы бар қателік жасауға. Сондықтан қанша қателік жасасаңыздар да, бастысы басқаларға зияны тимейтін қателік болса, онда тұрған ештеңе де жоқ. Мамандық таңдаудан қателесіп ештеңе етпейді, жар таңдаудан қателесіп ештеңе етпейді. Оның барлығы ауса беретін, жөнделе беретін нәрсе. Сондықтан перфекционистік көзқарастан кішкене алшақ бол деп айтушы едім өзіме. Себебі кішкентай кезімде мені жаңағы синдром отличника дейді ғой. Мектепте мен толығымен 5-ке оқығандықтан менің ата-анамнан қатты сондай бір не болды, планка болды. Егер де мен бір күн сабақтан 4 алып қалсам, мен папамен бетіме қарамайтын, мысалы, айтатын, неге 5 емес деген сияқты маған қосымша сұрақтар пайда болатын да. Сол үшін 4 алған күні мен ұялып, ешкімге көрінгім келмейді, бұрышта сөйтіп жүретін. Сондықтан барлық оқушыларға айтушы едім, мектептегі баға ештеңені шешпейді. ұбт-ның нәтижесі сіздің өмірлік
жаңағы неңізді шешпейді, жаңағы қаншалықты успешный боласыз, жоқ сол нәрсені шешпейді. Барынша өмірге құштар болыңыздар, білімге құштар болыңыздар, қателік жасаудан қорықпаңыздар. Өйткені сіздер әлі жассыздар, әлі өмірлеріңіз алда, көп нәрсені көріп, біліп үлгеру керек. Мысалы, мен қазір жасым биыл 25-ке келдім ба, мен артыма қарап көп нәрсеге әлі де өкінемін, неге мен ананы істемедім, неге мынаны істемедім деп. Бірақ дәл сол уақытта түсінемін, мен әлі де жаспын, мен ол нәрсенің барлығын қазір де үйрене аламын, ешқашан білім ізденуге кеш емес деп. Вот. Мен көп сөйлеймін, Жоқ, күшті, керемет. Енді ойлаймын, бұл бүгінгі біздің сұхбатымыз біздің аудиториямызға, тыңдармандарымызға, көрермендерімізге пайдалы болды, мотивация берді, жігерлендірді деген сенімдемін, үміттемін. Және қазір мен осы жерге біздің бүгінгі қонағымыз Жазираның Инстаграм парақшасында белгілеп кетемін. Шетелге оқуға түсемін деп қызығушылық танытқан кез келген тыңдарман болсын, көрермен, сол жаққа кіріп өздеріңізге керекті, қажетті ақпараттарды ала аласыздар. Жазира, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Осындай уақыттың айырмашылығына қарамастан, бөпеңіздің болғанына да қарамастан шыққаныңыз үшін алғыс білдіремін. Алдағы барлық бастамаларыңызға тек қана табыстар, жақсылықтар тілеймін. Көп рахмет. Сізге де рахмет, Назира. Қайырлы түн, сізде түн ғой қазір. Жақсы, сіздерге бүгін сіздерде жексенбі, иә? Жақсы, сәтті жексенбі болсын. Көп рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті тыңдармандар, құрметті көрермен, біздің бүгінгі эпизодымыз осымен тамам. Міндетті түрде біздің барлық подкаст платформаларына, сонымен қатар Жұлдыз подкастының осы YouTube арнасына жазылып қойыңыздар, және пікір басыңыздар, пікір жазыңыздар, лүпіл басыңыздар. Сіздерден келген әрбір кері байланыс мен үшін де, біздің подкаст үшін де өте маңызды. Келесі эпизодта жүздескенше, тілдескенше сау болыңыздар.